Кейде отбасының бар ауыртпалығын бір адам ғана көтереді. Ешкім байқамайтын сол адамның үнсіз еңбегі бүкіл шаңырақты ұстап тұрады. Дулат Исабековтың «Әпке» драмасы дәл осындай адам туралы шығарма. Бұл шығармада басты кейіпкер өз бауырлары үшін өмір сүрген әпке. Ол ата-анасының орнын басып, отбасының қамын ойлайды. Өзінің армандары мен жеке өмірін кейінге қалдырса да, бауырларын жалғыз қалдырмайды. Шығарма бізге отбасы алдындағы жауапкершілік қаншалықты ауыр екенін көрсетеді. Әпке ешкімнен алғыс күтпейді. Ол тек жақындарының амандығын қалайды, бірақ уақыт өте келе оның қамқорлығын бәрі бірдей түсіне бермейді. Драмада адамдар арасындағы түсінбеушілік өте шынайы бейнеленген. Кейде ең жақын адамдардың өзі бір-бірінің жан дүниесін түсінбей жатады. Осы арқылы автор адам бойындағы немқұрайлылық мәселесін көтереді. Әпке шығармасының ең үлкен ерекшелігі оның өмірге жақындығы. Оқиғалар қарапайым болғанымен, әр көрініс оқырманның жүрегіне әсер етеді. Шығарманы оқыған сайын кейіпкерлердің сезімі шынайы екенін түсінесің. Дулат Исабековтың бұл шығарма арқылы мейірімнің, қамқорлықтың және жанашырлықтың маңызын көрсетеді. Әпкенің бейнесі сабыр мен төзімділіктің символы. Ол қиындықтарға қарамастан отбасы үшін күресуді тоқтатпайды. Бұл шығарма әр адамды ойландырады. Біз жақын адамдарымыздың еңбегін бағалап жүрміз бе? Олардың біз үшін жасаған жақсылығын байқап жүрміз бе? Кейде адам ең қымбат жанның қадірін кеш түсінеді. Әпке тек бір отбасының тарихы емес. Бұл көптеген адамдардың өміріне кездесетін шынайы тағдыр. Шығарма оқырманды адамгершілікке, мейірімділікке және отбасының қадірін түсінуге үйретеді. Кейбір адамдар өз бақыты үшін емес, өзгелердің бақыты үшін өмір сүреді. Дулат Исабековтың «Әпке» шығармасы сізді бей-жай қалдырмайды.